Мать Тереза деген әулиені барлығымыз білетін шығармыз. Әлемге ең қамқоршы адам ретінде танылған, сырқаттанған науқас жандарды панасын алып, қайырымдылықпен айналысқан. Ол бұл ісін Құдайдың пәрменімен жасап жатырмын деп түсіндіретін. Өзін Құдайдың назарындағы құл, 5 жасынан илхам алып тұратын адам деп білетін. Бүкіл әлем оның ұйымына қайырымдылық ретінде миллиардтаған ақшаны аударып отыратын. Оның түсінігінде мен Құдайдың бұйрығын орындап жатырмын, ал бай-бағландар бұл ісімді қаржыландыру керек дейтін. Ресми есеп бойынша ол $6 миллиард жинаған екен. Бірақ кейін келе атағы әлемге жайылғанда BBC бұл кісінің қайырымдылығына қызыға да деректі фильм түсіргісі келеді. Түсірілім барысында журналистер әулиенің әулиелігіне күмән келтіре бастайды. Себебі сөзі мен ісі еш сәйкес келмейді. Емханасына ем іздеп, сырқаттанып келген адамдарды қайырымдылыққа бөлінген қаражат